Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін жылқының шығырған майын қосып, өте дәмдетіп, қатпарлы нан дайындаймын. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны кішкене тұзды салып, үстіне жылқының шығырған майынан 2 қасығын алып, ертіп құйып алдым. Бөлме температурасындағы судан 1 стакан су құйып, әбден араластырып, дайындап қойған ұнның үстіне құйып, жұмсақ қамыр еледім. Қамырымызды әбден иінін қандырып елеп, жарты сағатқа тындырып қойдым. Осы кезде арасына салатын салмасына ас көк пен көк жуан ұсақтап турап, 1 қасық сұйық майды құйып, араластырып, дайындап алдым. Енді дайын тұрған қамырымызды бірдей етіп 4 бөлікке бөліп, бірінші нанымызды осылай жұқалап жайып, үстіне сұйық майымызды жағып, салмасын салып, осылай орап алдым. Осы кезде пешімді қыздырып қойып, дайын тұрсын деп. Осылай 2 нанымызды да дайындап, орап алғаннан кейін үстінен оқтаумен жайып, противеньге салып алдым. Сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көрсеңіздер болады. Сұйық майдың орнына осылай жылқының шығырған майын қосып, дайындасаңыздар, өте керемет қатпарлы нан дайын болады. Міне нанымыз жарты сағатта дайын болды. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, қытырлаған, өте дәмді қатпарлы нан шықты. Ас болсын.